Сәлем достар, менің адым Мақсат. Бұл Отбасы банкі және біздің артық сөзсіз айдарымыз. Бұл видеода Отбасы банкіне кеңесші ретінде қалай жұмысқа орналасуға болатыны туралы айтып беретін боламын. Ендеше бастайық. Қазақстандағы ипотека нарығында номері бірінші банк Отбасы банкінде бақыт тасымалдаушылары, ал халық арасында жай ғана кеңесші деген лауазым бар. Олардың басты мақсаты отандастарымызға жеке баспана сатып алуға көмектесу. Қандай жолмен? Ендеше мұқият тыңдап ал. Кеңесші клиенттерге ыңғайлы жерге бара алады. Банктың барлық бағдарламалары бойынша кеңес беріп, депозит аша алады. Шотқа ақша жинаған уақытқа дейін қасыңызда болып, тіпті ипотекалық несие де рәсімдеп бере алады. Нағыз VIP қызмет көрсету деген осы емес пе? Кеңесшінің жұмысы біздің клиенттер үшін тегін. Ал жалақыны көрсетілген жұмысының сапасы және көлеміне байланысты алады. Отбасы банкте күн сайын ашылатын депозиттер мен рәсімделетін ипотека көлемін ескерсек, кеңесшінің табысы Қазақстандағы ресми орташа жалақыдан көп екенін түсінуге болады. Ал енді үміткерге қойылатын талаптарға көшейік. Ең біріншісі, жеке кәсіпкер ретінде тіркеуде болмау қажет. Екіншісі, кез келген мамандық бойынша орташа немесе жоғары білімі болса жарайды. Неге кез келген? Себебі арнайы оқу жүйесі бойынша банк қажетті білімнің барлығын өзі үйретеді. Бастысы ынтаң болса және берілген тапсырманы уақытында орындасаң болғаны. Ал енді түйіндемеңді алда өз қалаңдағы Отбасы банкінің бизнесті дамыту бөліміне дереу бар. Себебі біз дәл сені күтіп отырмыз. Сіздермен бірге болған мен Мақсат және біздің артық сөзсіз деп аталатын керемет айдарымыз. Біздің парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк қойыңыз және қажетті ақпаратты жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз. Келесі көріскенше достар.